Осы бөлімде мен бірінші және екінші типтегі қант диабетінің айырмашылықтарын түсіндіріп, қайсысын дамытқаныңызды қалай анықтауға болатынын айтып беремін. Ендеше алдымен бірінші типтегі қант диабетіне тоқталайық. Бірінші типтегі қант диабеті әдетте автоиммундық себептерге байланысты болады. Егер ұйқы безіндегі бета жасушаларыңыз автоиммундық жолмен жойылса, сізде бірінші типтегі қант диабеті дамуы мүмкін. Бұл көбінесе жас балаларда кездеседі, бірақ ересектерде де дамуы мүмкін. Бірінші типтегі қант диабетін емдеу тек инсулинмен жүргізіледі. Қазіргі таңда басқа ем жоқ. Енді екінші типтегі қант диабетіне тоқталайық. Екінші типтегі қант диабеті көбінесе ересектерде кездеседі, бірақ жас ересектер мен балаларда да болуы мүмкін. Екінші типтегі қант диабеті семіздікке, тұқым қуалаушылыққа, өмір салтының бұзылуына және инсулинге төзімділікке байланысты дамиды. Екінші типтегі қант диабетін өмір салтын өзгерту, ауыз арқылы қабылданатын дәрілер және кейде инсулин арқылы емдеуге болады. Енді осы екі түрін қалай ажыратуға болады? Егер сізде қант диабеті анықталса, дәрігеріңіз клиникалық тексеру мен анамнез жинау арқылы оның бірінші тип пе, әлде екінші тип екенін анықтай алады. Бірақ кейде дәрігеріңізге күрделірек зерттеулер, мысалы, C-пептид қан талдауы қажет болуы мүмкін. Сондай-ақ ол бірінші және екінші типтегі қант диабетін ажырату үшін гәр антиденелері, ағалшыр жасуша антиденелері сияқты кейбір аутоантиденелерді анықтауы мүмкін. Сондықтан бұл мәселені дәрігеріңізбен талқылаңыз. Өзіңізге абай болыңыз.